Қайырлы күн достар, есімім Дамир Тойбай. Алматы қаласы Шаңырақ спорт колледжінде білім алып, бокспен шұғылданып келе жатырмын. Алғаш мәрте бокс залына 9 жасында әкем мен анам әкелген болатын. Басында қатарлас балдармен бірге күліп ойнап жүріп, боксқа деген қызығушылығым арта бастады. Көптеген халықаралық және өз еліміздегі жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп келемін. Негізі бокс түрі өте қиын спорттың түрі болып саналады. Себебі қарсыластардың бокстасу тәсілін меңгеріп, қасайла тәсілдерін қолданып білуім керек. Күнделікті 2 мәрте жаттығу өткізіп тұрамыз. Алғашқы жаттығуымызды дене қызырудан бастаймыз. Ең бірінші жаттығуымыз аяқтан бастаймыз. Екінші жаттығуымыз тізені қыздырамыз. Енді үшінші жаттығуымыз белімізді айналдырамыз. Жаттығуымыздың екінші бөлімі ағаймен лапыда істейміз. Бағанағы жаттығуда жасалған айла тәсілдерді осы рингтің ішінде қарсыласпен отработка арқылы көрсетеміз. Есімде 2012 жылы менің досым Бақыт Алыспаев маған бір айтады ғой, денесі ірі тяж дейді бізде бокста айтқанда, денесі ірі бір баланы алып келді де маған айтады: Ермахан, мына балаға өзіңнің сын көзіңмен, өзіңнің кәсіби көзіңмен қарап жіберші, осы баладан бір нәрсе шығатын сияқты. Мен қазір бапкерлікке көшкеніме біраз жыл болды ғой, өзің білесің, осыны бір чемпион қылсам деген ниетім бар деп маған алып келген еді. Сол кезде ол бала Дамир Тойбай еді. Көзіне қарасам, көзі оттай жанып, чемпион болам деген ниеттеріменен, аға, маған батаңызды берші деген ниетпен келіп отыр екен. Ал онда қолыңды жай, Дамир. Алтын медальді берсе қолынан, бермесе жолынан деп батамды берген еді. Мінекей содан бері Дамир айтады ғой, қарсыласына ес бермей, Азия ойындары дейді, Дети Азия деген 4 құрлық жиналған ең, айтады ғой, жасөспірімдер арасындағы ең үлкен турнирді жеңіп алды. Қазақстанның ту ұстаушысы болды. Негізі ту ұстаушысы болған кезде мен өзім инициатива көтеріп, осы Тойбай Дамирдің айтады ғой, намысын бір қамшылайық, тағы да намысына тиейік. Сөйтіп ту ұстаушы болып барып, Якутияға чемпион болып қайтсын деген ниетпенен айтып едік. Бала біздің сенімімізді ақтады. Шешуші кезеңде Ресей бірінші орын алады, я болмаса Қазақстан бірінші орын алады деген сәттерде ол ешқандай дес берместен біздің сенімімізді ақтап, Қазақстанға алтын медальді әкеліп, бірінші командалық дәрежеге көтеріп, өзінің ту ұстаушысы екендігін дәлелдеп берді. Мінекей алдағы уақыттарда да үлкен жарыстарға қатысып, ұлттық құрама командасының мүшесі болып жүр қазір. Сөйтіп Олимпиада ойындарына барып, чемпион болады деген сеніміміз мол. Алға Дамир, алға Қазақстан. Өзім жас кезімнен бокс қатысқан кезде жанымда бірге қатысқан Шошымов Нұрлан Тойбайұлының ең үлкен ұлы Тойбай Дамирді үйіне барып жүрген кезде досым маған табыстап аманат қалған. Осы Дамирден бокс қатысатын құштарлығын бәрін айтып, одан кейін Олимпиада чемпионы Ермахан Ибраевтан барып батасын алып,
сол уақыттан бері өзім баптап келе жатырмын. Ал енді айта кетсем, 2018 жылдың үлкен додаларға қатысып, дүниежүзілік додаларға қатысып, сәуір айында Таиланд елінде Бангкок қаласында өткен Азия, жастар арасында Азия чемпионы атанды. Алтын медальді ұтып, Қазақстанның намысын қолдан жібермей үлкен Олимпиада ойындарына жолдаманы ұтып алды. Август айында Венгрия елінде Будапешт қаласында әлем чемпионатына қатысып, күміс жүлдені иегері атанды. Сол жарыстардың бәрін ең үлкен жарысымыз сол 2018 жылдың барымыз салып, Олимпиада ойындарына, жастар арасында Олимпиада ойындарына барып, Аргентинада Буэнос Айрес қаласында өткен үлкен дүниежүзілік додада күміс медальға ие болып, Қазақстан намысын жақсылап қорғап келген жағдайы бар. Ал енді келешекте біз үлкен додаларға, ересектер арасында Қазақстанның туын жоғары биікте ұстаймыз деген оймен осы залда жұмыс жасап жатырмыз.